Жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының есебінше адамдар арасында кездесетін аурулардан 80% түрлі паразиттердің кесірінен болады екен. Соның есебінен әлемде жыл сайын қаншама адам өмірінен қоштасады. Ағзадағы паразиттер 200-ге тарта ауру туғызатын микроағзалар мен тасымалдаушысына айналуы әбден мүмкін. Кез келген адам паразиттерді жұқтыруға бейім болады. Достар, біздің арнаны 90% адамдар тіркелусіз қарайды екен. Егер де сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Статистикаға сәйкес, халықтың 90% зиянды құрттардың тасымалдаушысы болып табылады, ал 70% адамдардың ішкі ағзаларында микроорганизмдердің бірнеше түрін паразит етеді. Адамнан құрттарды қалай жою туралы мәселе өте нәзік, бірақ паразиттердің болуы денеде елеулі бұзылуларға әкелуі мүмкін. Үйде құрттарды жою қиын емес. Сіз тек дәлелденген әдістерді ұстанып, маманның ұсыныстарын орындауыңыз керек. Ересек адамның денесі антигельминтикалық препараттардың құрамындағы кейбір заттарды қабылдамауы мүмкін. Осы немесе басқа жағдайларда дәстүрлі медицина көмектеседі. Зығыр. Зығыр тұқымдары мен қалампырдың 1-ден 10-ға дейінгі арақатынасында ұнтақты ұнтақтау керек. Оны күніне 20-25 грамм қабылдауы керек. Мұндай терапия курсы 3 күнге созылады. Содан кейін 3 күндік үзіліс жасалады және қайтадан қайталанады. Пияз. Пияз гельминттердің түйнектер мен дөңгелек құрттар сияқты түрлерін тиімді түрде жоюға көмектеседі. Орташа өлшемді шамды аршып, 250 мл қайнаған суға құйып, түнде қалдыру керек. Сүзілгеннен кейін 3 күн бойы күніне стаканның 3-тен 1-ін алыңыз. Сарымсақ. Ежелгі заманнан бері сүт қосылған сарымсақ ересек адамда құрттарды жоюдың тиімді құралы болды. Сарымсақтың үлкен басын сүтте 10 минут қайнату керек. Содан кейін салқындатылған сорпаны клизма ретінде немесе жай ғана ішке қолдану керек. Анар. Құрттардан анар қабығы жақсы көмектеседі. Қайнаған сумен жарты стакан қабығын құйыңыз. Қоспаны тұндырған кезде оны аш қарынға күніне 3 рет шай қасықтан ішу керек. Асқабақ. Асқабақ тұқымымен емдеу балаларға да рұқсат етіледі. Өнім барлығына мүлдем қауіпсіз. Асқабақ тұқымының дәмі жақсы және ешқандай жанама әсерлері жоқ. Аршылған шикі тұқымдарды ұнтақтаңыз, балмен араластырыңыз. Оларды күніне кемінде 5 рет 2-3 ас қасықтан бос асқазанға қабылдау керек. Бұл затты жеткілікті мөлшерде тұтынған адам құрттан жазылады. Сәбіз. Сәбіз шырыны пайдалы ғана емес, сонымен қатар кішкентай гельминттерді уландыруға көмектесетін дәмді құрал. Күніне 2 доза жеткілікті, 1 ас қасық. Грек жаңғағы. Грек жаңғағының бөліктерін қолдану арқылы жүзеге асырылады. Өнімді дайындау үшін сізге 2 толық ас қасық құрғақ бөліктер мен 1 стакан қайнаған су қажет. Ингредиенттер араласады және 1 сағат бойы тұндырылады. Үйде құрттарды емдеу күніне 2 рет жарты стакан инфузияны қолдану болып табылады. Емдеу 2 апта бойы жалғасады. Үйде құрттарды емдеуді немесе маманның көмегіне жүгінуді әркім өзі шешеді. Егер сіз үйде емдеудің жақтаушысы болсаңыз, онда кез келген халықтық әдістерді қолданбас бұрын дәрігермен кеңесуді ұмытпаңыз. Қош сау болыңыздар, ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.